Ассалаумағалейкум достар. Мен дейтін осындай, осы ауылда енді мен промын ғой. Сол себебінде мен дейтін, мен естеткен болатынмын. Мен осы ауылға, осындай дүкен салдырған болатын. Өзімнің дүкенім мінекей. Осындай дүкен өзім. Құрылысшыларға айтып салдырған болатын. Мінекей осындай. Іші әлі пустой. Осындай несі бар. Түскеннен кейін осындай іші заттар ішінде. Осылар турика шығарады. Бізге алма керек болады. Алма и қарбыз. Сосын менде ақша азғантай қалды достар. Ё-моё. Слишком қымбат болып кетті, Осының документі бар менде. Документі бар. Осындай тамақтар алдырған болатын бұл. Және де астын толтырып шығамыз. Пешендерден толтыратын боламыз. Мына жаққа 2 торт. Мына жаққа да торт тұрады. Мына қарбыз, алма, мына жақта сүт, мыналар тұрады. Бір-бірден қойып шығайын. И все, қарбыздың. Керек, өйткені бұл өзім үшін емес, басқа адамдар үшін және ақша жинау үшін. Сол үшін алдыма мақсат қойып маған машина алатын болам. Сол себебінде істейтін болам. Сондықтан давайте каналға келіп қазірден бастап тіркеле беріңіздер. Алдағы уақыттарда өте күшті заттар шығатын болады. Ал ендеше не істейтін боламыз? Осы дүкенді дамытатын боламыз. Неке менде қараған стак алма салып шыққан 32 стак қана қалды. Неке осындай дүкен көргендей. Осы жақта келген кезде өздерді мен тұратын. Саламат, міне осында тұрады. Күшті достар. Давайте каналға тіркелеміз. Енді осы ауылдың нелері. Мен қазір өткенде ақшам көбейді. Азғантай оқып қалды. Нелерін салып қойайын. Әйтпесе мен құжатын ертең жоғалтып алатын болсам, егер ертең сатып жіберетін болып жатсам, сататын болсам дүкенде, сол құжат арқылы сатады ғой. Демек құжатты жоғалтпау керек. Енді сыртына осында өтірік балықты тұр. Дүкен екенін білсін деп осындай балық қойған болатын. Және де осындай сыртына келетін осындай 2 лампа тұрады. Кірген бойда. Үйіне артына шығатын кезде де дәл осындай. Осындай. Соста сіздерге осыны көрсетейін деп мен сіздерге істедім. Ал ендеше мен дейді үйіме барайын. Неге баратын? Сіздермен болған нұрик кезет сау саламатта болыңыздар.